Саламатсыздар жігіттер, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырып пептидтер жайлы болады. NL компаниясында жұмыс істейтін қыздардың сұранысы бойынша, оқырмандардың сұранысы бойынша осы пептидтер жайлы информация қояйын деп шештім. Сонымен пептидтерге тоқтайық. Пептидтер дегеніміз не, қандай пайдасы бар, не үшін оны біз қолданамыз. Сонымен пептидтер дегеніміз айту үшін бірінші амин қышқылдарына тоқтайық. Амин қышқылдары дегеніміз не? Бұл органикалық заттар. Олардың 20 түрі бар. Өте көптеген түрі бар, бірақ бізде организмде керектісі бұл 20 түрі болады. Солар бір-бірімен бірігу арқылы өте үлкен молекула құрайды. Оны біз белок деп атаймыз. Белок организмде 15-20% организмде осы біз белоктан тұрады. Белоктың қызметі өте көп, оны айтудың қажеті жоқ шығар. Бұл жерде жаңағы бұл жерде негізі айтайын дегенім, осы белок деген ағуыз өте көптеген амин қышқылдарынан тұрады. Ол мыңдаған, жүздеген бір-біріне бірігіп қалған амин қышқылдарының осындай бір үлкен молекула құрауы. Оны біз белок деп атаймыз. Екіншісі пептид дегеніміз не? Пептид дегеніміз бұл бар жоғы екі ғана амин қышқыл бір-біріне қосылатын болса, соның тізбегін біз пептид деп атаймыз. Пептидтердің ең көп саны, амин қышқылдарының саны бір пептидте ол 100 бар жоғы 100 ғана болады. Ол дегенің өте кішкентай болады. Былайша айтқанда бұл кішкентай ғана белок деп айтуға болады. Қарапайым тілмен айтқанда белок дегеніміз ол өте көптеген мыңдаған амин қышқылдардан тұрса, пептид дегеніміз бар жоғы 2-ден 100-ге дейін ғана амин қышқылдарынан тұрады. Пептид дегеніміз осы. Сонымен енді пептидтің қызметі қандай? Ол қандай қызмет атқарады организмде? Бірінші кезекте бұл организмнің жалпы иммунитетін көтеруге, барлық мына организмнің бүкіл қорғаныш қызметін арттырады. Инфекциялық ауруларға болсын, сырттағы зиянды факторлар болсын, бәріне организм төтеп береді. Бұл соған қарсы күресуге организмде күш пайда болады. Соны пептидтер арттырады деп есептейді. Екінші негізгі қызметі бұл организмде жалпы әр органда стволовой клетки деген болады. Ол стволовой клетки деген немесе недифференцированный дейді. Ол клеткалар бауырда тұрады. Мысалы айтайық та, бірақ ол бауырдың клеткалары ұқсамайды ол. Ол сондай бір клеткалар, ол керек кезінде организм сол стволовой клетканы оятып алады да, организм өзіне клетка жасап алады. Қарапайым тілмен айтқанда, мысалы бір шара сізде ашқан қамыр бар да, сіз содан қаласаңыз бауырсақ пісіресіз, қаласаңыз нан пісіресіз, булочка пісіресіз да, басқа нәрсе пісіре аласыз. Бірақ уже піскен заттан сіз басқа, мысалы наннан қайта бауырсақ істей алмайсыз. Сол сияқты стволовой клетка деген әр органда бір тұратын, әр органда ол 20-30% деп айтады, сондай көлемде ол тұрады. Бірақ ол кейбір адамдарда оянады, кейбір адамдарда ол оянбайды. Ол ұйқы жағдайында тұрады. Соны пептидтер оятады деп айтады. Сондықтан былайша айтқанда сізде клеткаларыңыз, бауыр клеткалары ауырды, зақымдалды, араққа, темекке, тағы да басқа бір зиянды фактор ауруға байланысты ол клеткалар өліп қалуы мүмкін, немесе нашар жұмыс істей бастауы мүмкін. Сол кезде пептидтер келіп, ұйықтап жатқан стволовой клетканы оятады да, бауыр өзіне бір орган, клетканы өзіне жасап алады. Екінші бір айтатын жағдай, қарапайым тілмен айтқан кезде организмді бұл жасартады деп айтады. Өйткені жаңадан клеткалар пайда болады бауырда. Мысалы ойлап қараңыз, сізде мысалы бауыр клеткаңыз істемей қалды, бірақ организм өзіне жаңа кәдімгідей бауыр клеткасын жасап алды. Ол жаңа туылған сияқты, сондықтан организмді ол жасартады деп айтады. Бұл енді қаншалықты бұл дұрыс емес екенін мен айта алмаймын, но бірақ солай айтылады. Сондықтан бұл жерде пептидтердің екі негізгі қызметі, бұл бірінші иммунитетті жақсартады, екіншісі клетканы жасарту арқылы бауыр болсын, бүйрек болсын, жүрек болсын, тағы да басқа стволовой клеткаларды ояту арқылы ол организмді жасартып, адамды аурулардан жазылуға, болмаса өмір жасын ұзақ қылуға көмектеседі деп айтады. Осы екі жағдай. Енді бұл неге соншалықты керемет нәрсе, неге бұл солай әсер етеді? Ол үшін біз қайтадан амин қышқылдарына келейік. Бізде айттым, 20 амин қышқылы бар, екеуі 12-сі заменимый, 8-і незаменимый деп айтады, ауыстырылатын немесе ауыстырмайтын. Былайша айтқанда организм сырттан түсу керек, болмаса организм өзі синтезде болатын амин қышқылдары болып бөлінеді. Ол амин қышқылдарының әрқайсының өзінің бір қызметі бар. Әрқайсы жеке-жеке өзін алғанда, әйтеу бір қызмет, маңызды қызмет атқарады. Мысалы айтайық, біреу бұлшықеттің 60%-ын осы бір белгілі бір амин қышқыл құрайды, біреу иммунитетке жауап береді, біреу генетикалық информацияны беруге, тағы басқа сияқты өте маңызды қызметтер атқарады.
Енді ол әлі жеке тұрған кезде. Енді қараңыздар, сіздер екі жаңағы сондай күшті жұмыс істейтін, маңызды жұмыс істейтін екі пептидті бір-біріне қостыңыздар, сөйтіп оны қабылдадыңыздар. Ол уже басқаша әсер ете бастайды. Ол одан да бір-бірлерінің әсерін күшейтіп, немесе басқа бұрында әрқайсысында жеке-жеке тұрған кезде жоқ бір организмге жақсы әсер етеді. Мысалы, жеке қабылдағанда ол әсер жоқ еді, екеуін қосып қабылдадыңыз, ол сізге басқа бір әсер берді. Мысалы, жаңағы қызыл түспенен ақ түсті араластырған кезде, мысалы, сізге бір розовый свет берген сияқты, красканы араластырған кезде сондай бір эффект пайда, басқаша бір әсер пайда болады. Ал бірақ бұл жерде сізде мен айтып отырмын, 20 түрлі не бар, амин қышқылдары бар. Сол 20 түрлі амин қышқылдарын бір-біріне қосу арқылы, олардың жаңағы орналасу ретін ауыстыру арқылы бұл жерде неше түрлі пептидтер жасауға болады. Пептидтердің негізі өте түрі көп болады. Сондықтан бұл жерде неше түрлі пептидтерді жасау арқылы әр организмнің әр мүшесіне әсер етуге болады. Мысалы айтайық, сіз жаңағы бауырдың пептидін жасап шығардыңыз, сіз оны ішкен кезде ол миға никак әсер етпейді. Өйткені ол жерде былайша айтқанда код дұрыс келмейді. Өйткені мысалы біз жаңа 0-ден 9-ға дейін әртүрлі кодтар жасаймыз ғой, там 777, 688 деген сияқты. Сол сияқты бұл жерде 20 жаңағы амин қышқылдарды бір-біріне әртүрлі сан арқылы, екеу, үшеу, төртеуді бір-біріне қосып әртүрлі пептидтер жасау арқылы, одан кейін олардың орналасу ретін өзгерту арқылы біз неше түрлі мыңдаған түрлі вариант пептид жасай аламыз. Солардың әрқайсысы әртүрлі органға әсер етеді. Сондықтан егер де сіз жаңағы иммунитетті көтеретін пептидтерді сондай пептидтердің ішетін болсаңыз, ол сіздің иммунитетіңізге жауап береді. Егер де сіз әйел адамдарға арналған, әйел адамның жыныс органына, гормондарына әсер ететінді ішсеңіз, ол солай әсер етеді. Былайша айтқанда, жүрекке, миға, басқа органдарға әртүрлі пептидтердің түрлері болады. Түсіндіріп айта алдым ба? Осындай. Сонымен негізгі бұл жерде пептидтердің ерекшелігі, бұл жаңағы біріншіден олар кішкентай болады, бар жоғы белокқа қарағанда белок өте үлкен болады. Сондықтан белок сыртқы организмге, мысалы біз белок қабылдайтын болсақ, оны организм көріп қояды, өйткені ол тым үлкен болады. Оған қарсы бөтен белок түскеннен кейін организм оған антидене бөле бастайды. Ол былайша айтқанда анафилактический шок деген болады. Мысалы организмге бөгде зат түскен кезде адам реакция беруі мүмкін, аллергия беруі мүмкін. Мысалы массаж шаққан кезде бөгде зат түседі, оған қызарып денеңіз қыши бастайды, немесе гүлге тағы басқаларға. Былайша айтқанда организм сол белокқа реагировать етеді. Сондықтан сондай бұл аллергиялық реакция береді. А пептид ондай емес. Пептид мысалы 4-еу болатын болса, бар жоқ мысалы ең дұрысы, мысалы 4 амин қышқылын қосатын болсақ, бір пептидті тек қана 4-еу-ақ болатын болса, организм оны көрмей қалады. Организм оған ешқандай реагировать етпейді. Ол мысалы бөгде зат ретінде оны танымайды. Сондықтан біз оны ішеміз, организмге организм оны байқамайды. Ол бізге оң әсер етуі мүмкін. Ол өте маңызды нәрсе, өйткені көп заттарға бізде аллергиялық реакция болуына байланысты ол бізге қолдана алмаймыз. А пептид ондай емес. Пептидтердің түрлері көп, мысалы капсула түрінде, таблетка түрінде, инъекциялық форма ретінде, косметикалық заттар ретінде мысалы біз қолданамыз. Мысалы капсуланы немесе таблетканы біз ішетін болсақ, организмге қалай әсер етеді? Іштік, асқазанға түсті, ол қанға шықты, сөйтті қан арқылы клеткаларға барады. Клетканың өзіне емес, клетканың ядросына кіріп, сол жерде қалай айтсам болады, ДНК мен РНК-ға әсер ету арқылы бізге көмектеседі. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл мынандай телефонның чипі, компьютердің чиптары болады ғой. Егер де біз оларды алып қоятын болсақ, біздің компьютеріміз, біздің қолымыздағы телефон әшейін бір кусок пластмасс, кусок темір болып қалады. Негізгі қызмет атқаратын ол чипте, да, былайша айтқанда барлық нәрсе сол чипте. Бізде ДНК, РНК сол біз чипіміз сияқты. Сондықтан ол нағыз біздің, қалай айтқан болса, біз ең негізгі жерге, организмге, қалай айтсам болады, организм ең маңызды жеріне әсер етеді. Ол именно ДНК, РНК-ға әсер етеді. Сондықтан бұл жерде жаңағы организмге әсер ету жолы осындай. Бұл клеткаға, болмаса қан айналым жүйесі арқылы бір өзгеріс болмайды. Именно ДНК, РНК клетканың ядросының ішіне кіріп әсер етеді деп айтады. Түсінікті ғой, да? Енді бір кішкене қысқа айта кетейік. Сонымен белоктар деген, пептидтер дегеніміз бұл амин қышқылдарының қосындысы, екеуден бастап 100-ге дейін болады. Ол өте қысқа болады.
организмге әсері жаңағы иммунитетке әсер етеді, ставоловый клеткаларға әсер етіп адамды жасартады. И одан кейін бұның ерекшелігі, бұлардың пептидтер әртүрлі өте көптеген варианттар жасау арқылы, жаңағы санын өзгерту арқылы, олардың орналасу ретін өзгерту арқылы біз мыңдаған жүздеген пептидтерді жасап ала аламыз да, и организмге, мысалы бауырға, бүйрекке, жүрекке жеке әсер ете аламыз. Бұл деген, мысалы сіздің бауырыңыз ауырып жатса, сіз бауырдың пептидін ішесіз, жүрегіңіз ауырып жатса, жүректің пептидін ішесіз. Мысалы сол точно сізге баратын, ауырып жатқан жеріңізге барып дәл тиеді. Сондай жағдай. Мен ойымша сізге түсінікті айта алдым. Бұл бірақ NL компаниясының өнімдер жайлы мен жеке айтам. Мен уже 10 минуттай сөйлеп қойыппын, оказывается, пептидтер жайлы. Сондықтан бұл ұзақ болып кетеді. Сондықтан мен келесі жолы мен NL компаниясының пептидтер жайлы айтатын боламын. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Қош сау болыңыздар. Егер де түсініксіз болса, сұрақ қойыңыздар. Менің WhatsApp нөміріме жазыңыздар. Негізі мен соған тезірек жауап беремін. 8775 233 2488. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.